Қарашығанақ петролиум оперейтинг жобасындағы қазақстандық кәсіпорындар үлесі 60%-ға жетті. Бұл туралы бүгін мұнай-газ өнеркәсібіне арналған машина жасауды дамыту тақырыбындағы семинарда айтылды. Шара барысында жергілікті 7 компания мен Қарашығанақ консорциум арасында әріптестік жөнінде меморандумға қол қойылды. Өңірдің инвестициялық климаты қолайлы. Жергілікті қамтуды дамыту бағдарламасы шеңберінде 3 жыл бұрын облыс әкімдігі мен КПО-БВ компаниясы келісім жасасқан еді. Бүгінде Қарашығанақ жобасындағы отандық кәсіпорындар үлесі 13%-ға артқан. Консорциум елімізде жаңа 22 тауар түрін өндіруге қолдау көрсетті. КПО компаниясының қолдауымен жергілікті машина жасау кәсіпорны газ турбиналарын шығаруға мүмкіндік алды. 4 зауыт күрделі жөндеу жұмыстарын өз материалдарымен қамтыды. Былтыр 6 резервуарды жаңғырту бағытында тендерлер өткіздік. Бірлесе атқарылған жұмыстар үшін облыс әкімдігі мен жергілікті кәсіпорындарға алғысымды білдіремін. Облыс әкімі Алтай Көлгіновтің айтуынша жергілікті кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігі жыл санап артып келеді. Өңдеу өнеркәсібінен Жайық өңірі республика бойынша 4-ші орында. 10 жыл ішінде аймақтың индустриалды инновациялық даму көрсеткіші 2,5 есеге ұлғайған. Жергілікті қамту деген сөз біздің жаңа компаниялар ашылу, жаңа өндіріс ашылу, біздің стандарттарды көтеріп, қазір соның есесіне біздің салығымыз көбейіп жатыр, салық түсетін жергілікті экономикаға. Сонымен бірге жаңа жұмыс орындары ашылуда. Осы біздің елбасымыздың мынау индустрияландыру немесе экономиканы диверсификациялау, модернизация бағдарламасының нәтижесі. Семинарда мұнай-газ саласындағы іргелі кәсіпорын өкілдері атқарылған жұмыстары туралы баяндады. Аймақта жаңа бизнес бастамалар жүзеге асырылады. Мәселен, Алегеум электрик компаниясы панельді радиатор зауытын іске қосуда жоспарлап отыр. Жаңа өндіріс орны жылына 3000 тонна өнім шығаруға қауқарлы. Жоба негізінде 800-ден астам адам жұмыспен қамтылады. Айта кетейік, аймақта қазір техникалық тауарлар өндірісі кеңге қанат жайып келеді. Жергілікті қамту тауарларды айтатын болсақ, жаңағы ол бензин, жаңағы солярка, немесе басқа да газ, ол онсыз да бар затты санайтын болса, қазір біз барынша технологиялық заттарды жасап жатырмыз. Мысалға көрдіңіздер, трансформатор, жаңағы клапандар, фланцы, фитинги деген сияқты көптеген осы жаңа бұрын шетелден сатып алатқан біздегі шығарылатын заводтар жаңа өнімді шығарып отыр. Соны қазір біз әріптестерімізбен бірге атқарып жатырмыз. Нақты нәтиже бар. Жиын барысында КПО-БВ компаниясы қазақстандық 8 кәсіпорынмен серіктестік жөнінде келісім жасасты. Енді Қарашығанақ консорциумында алғаш рет Оралда құрастырылған трансформаторы, электр жабдықтары, Алматыда өндірілген мотор майы сынды отандық өнімдер қолданылады. Сегодня мы подписали договор с Карачаганақ. КПО-БВ компаниясымен 3 жылдық келісімшарт жасастық. Біздің заводта мотор майы өндіріледі. Бұған дейін де ірі компаниялармен меморандумға қол қойған едік. Бұл кәсіпорнымыздың тынысын кеңейтері анық. Шығарылатын тауар көлемін алдағы уақытта 2 есеге арттырамыз деп ойлаймын. Меморандум елдегі тауар өндірісін өркендетуге оң ықпал етері сөзсіз. Бұл импортқа тәуелділікті азайтып, экономиканы жандандыруға жаңа жол ашады. Еркебұлан Смадияров, Биролла Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақ Жайық арнасы.